salomat bo'linglar. Barcha inglarga tashakkurimizni bildiramiz. Hurmatli aziz mehmonlar. Kechirim so'radimi? Mаған kechirim kerak emas. Javob bersin zang bo'yicha bo'ldi. Yo'q, kechirim so'radimi? So'ragan yo'q. Tek kelisimga kelib, uchastkoga kechirim beringizlar deb so'rab жатты bo'ldi. Men qaragan yo'q. Kechirim. Yo'q, sizdan kechirim so'radimi? Olgan yo'q. Yo'q. Uni xalq, boshqa odamlar, butun odamlar kechirim bersa, uchastkoga chaqirma degan men, biroq ana odam, men urgan odam menga kechirim so'radi. Sol birga turib жатқан кезде men 4 oy ғана turdim. Ең соңғы 1 ayda kuyovim boshqa жаққа жұмысқа ketкен, Павлодарға. Сол 1 ayda менің қасымда күйеуім болмады. Сол кезде ішіп келіп, мені ұрсып ұрған. Менің баласы менің атымнан кредит алып, солай жасап тастаған кезде, менің балам сенің атыңнан кредит алуға сен себепшісің деп мені ұрсып ұрған. Ассаламу алейкум барлықтарыңызға. 31 август күні Зағамбар тойханасында Төле би ауданында болған жайт бойынша сол күні мені кенеттен келіп қатты мас күйінде қатты ұрып соққыға жығып кетті, ішіп алған. Мен сол жерде жарты сағаттай жаттым, есімді жинай алмаймын. Жедел жәрдем участковый барлығы 1 сағаттан аса уақытта келді. Жалғыз ғана участковый келді. Ол да мән жайтты тексеріп, адамдардан ештеңке сұраған жоқ, дұрыс жұмыс жасаған жоқ. Заявление жазуға барған кезінде маған участковый айтты: "Сіз 1,5 ай күтесіз, іске асуын, іске енуін" деді. "Қаулы шығуын 1,5 ай күтесіз" деді. 1,5 айдың ішінде мен сізді 10-15 рет шақыртамын, қай жерде болсаңыз да келу керексіз қалмай деді. Мен келем дедім. Заң бойынша маған жауап берсе болды дедім. Ал олар болса қарсылас жақпен мені кешірімге келуімді сұрады да, қарсыласты шақыртып отыр сол жерде участковыйға. Мені ұрған адамды наркологиялық тексеруден, экспертизадан өткізген жоқ. Мойнымда, қолдарымда көгерулер болды. Солардың кетуін күтті ма білмеймін, экспертизаға уақытында шақыртқан жоқ. Шешім шығарған жоқ. Постановление қойған жоқ тезірек. Солай менің жұмысымның уақытын созып жатты. Жұмысым толық жұмыс жасалынған жоқ, толық тексерілген жоқ. Заңды да жақсы түсінбеймін. Сондықтан мен өзімнің жұмысымды заңды білетін адамдарға тапсырдым. Қазіргі уақытта мені қатты ұрған себебінен басымның осы жағының қатты ауырады. Сондықтан да қазіргі уақытта мен жұмысқа да шыға алмай отырмын, яғни тойға шыға алмай отырмын, үйдемін. Сондықтан менің жұмысым бойынша заңды шара қолдануын сұраймын. Айтатын сөздерімді астына постқа жазып кетемін сіздерге. Қолдауларыңызға рахмет. Ассалаумалейкум баршаға. Мен Азада Толаевнаның администратор болам. Қазіргі уақытта болып жатқан жағдайды айта кетейін. Біз қазіргі уақытта Төле би аудандық РВД-сында тұрмыз. Сағат обед 3-тен бері осы жердеміз. Азаданың заңды көмекшісі адвокаты бен бірге ішкелікте қазір олар тергеуде жүр. Тергеу болып жатыр. Сол тергеуде олар. Қазір соны айтайын деп шештім.